Тозаңды терезе. Шойбек Орынбаев. Өмір сүрудің өзін кей шақта саясатқа айналдырып жатамыз. Сонан соң ойланбай көр. Жан жыртығын жамайтын жүректен шыққан сөз қымбат екенін біле тұра, қажет кезінде оны да айтпаймыз. Бұл пенделікті қойсаңшы. Жақсы сөзді әр қайсымыз өзімізше бұлдайтынымыз бар. Не деген дәрменсіздік, не деген арсыздық десеңізші. Бұған ешкім ренжімес. Жеке пікірім ғой. Кейде жұмырбасты пендешілікпен осылай ойлап қаламын. Өзімнің жарық дүниеге шырылдап келген кезім 20 ғасырдың 60 жылдар екен. Етек жиып, ес білгенімде 21 ғасырдың да қыр астына иектеп келіп қалғанын да аңғармай қалыппын. Мен үшін ең мазасыз ғасыр боп түйіледі бұл кезең. Біздің заманымызда білгіштер де, ғылым мен білім өтіп кеткен дым білместер де жеткілікті. Мына бір қызықты қараңыз. Мамыражай мамырда кіндігі кесілгендер бақытты болады деп шетелдік болжампаз көріпкелдер кесіп пішіп айтып қойыпты ғой. Оған имандай сенетіндер де көп. Бос-болшыл деп қолды бір сілтеп сенбейтіндер де көп. Мен болсам сол болжампаз көріпкелдерге таң қаламын. Шіркіндер миллиондаған адамдардың тағдырын кіндігі кесілген күні арқылы көзбен көріп, қолмен ұстағандай кесіп пішіп қойыпты. Олардың айтуынша, мен анау айтқан жақсы да емес, жаман да емес, екі ортадағы шөре-шөре адам болуға тиіспін. Өзіме лайықты кемістігім де бар көрінеді. Көздеген мақсатыма жете алатын жігерлі де екенмін. Әйтеуір тіршілікте көп сүрінбейтін, бақытты зорғалап жүргендердің бірімін. Сонда да болса, әй қайдам, басқасына сенсем де сонысына сене бермеймін. Өйткені менің тонның ішкі бауындай қимас досым еркіміз де осы құлпырған мамырда тырнап көзін ашқан. Ит көйлекті бір тоздырдық. Оның өмірі әлгі болжампаз көріпкелдердің айтқанындай болмай шықты. Өз тіршілігімді де жібектей жұмсақ болды дей алмаймын. Шүкіршілік. Әйтеуір қатал тағдыр қазірге тобықтан қағып, қайта тұрмастай етіп құлатқан жоқ. Көппен бірге елеусіздің бірі болып тіршілік етіп жатырмын. Мен тұратын Сарыағаш шағын қала. Әйтсе де өзіме ұнайтын. Рас, етек жеңі жинақы емес. Көшесі шаң, жазы қапырық, қысы мен көктемі лайсаң. Мұндайда аяқ киімнің соры. Батпағын жуып тазартамын деп ақжем етіп аласың. Бәрібір қалай болғанда да бойы үйренген. Туған ауылдан қашық емес. Іргесінде болғандықтан осындағы ретсіз орналасқан 4 қабатты үйлердің бірінде қуықтай бөлмемде тұрып жатқанмын. Қызмет орныма да жақын, сыртқы көрінісі зәулім, іші сәулетті, жаңа мектепте дырдай мұғаліммін. Қазірге бойдақпын. Әйткенмен өліп тіріліп ғашық болмасам да көңілім алаң. Бұл да әркімнің басынан сағымдай бұлдырап өтетін дәурен шығар. Әлгі қуықтай бөлмемнен сыртқа сылып шықсам, көбіне көретінім 2 адам еді. Немересі Ақберенге әңгімесін тыңдатып қойып, өзінің айтуынша пеш пен тозақтың төрінде күнде барып келіп отырған құлық қария ғой бұл. Мені көреді де, әй көрші жігіт бері кел, деп шақырады. Бұрылмай кетіп көр. Шақылдақ мінезді 80-дегі шалың селкілдеп отырып ақ тісімен емес, тілімен қыршып ақ әуселеңді шығарады. Көрші жігіт, осы сенің ныпсың ақ жадымда бола бермейді. Жанарыс. Қарияның үнемі қасында отыратын немересі жымиып күледі. Мен оған еріксіз көз тоқтатып қарап қаламын. Қарамасыңа болмайды. Қыздың осы риясыз сүйкімді қалпы өзіне қандай жарасымды еді. Ақберенжан, біздің көрші жігіт сыртқа сырын шашпайтынның өзі шамасы деді. Құлық қарт қутыңдай қуланып. Айтпақшы, сен темекі татпайсың ғой. Қыз енді сықылықтай күлді. Кіршіксіз, кәусар үн. Сіз оны кездестірген сайын темекі сұрайсыз ата. Бір-біріңізді білетініңізге 2 жылға жуықтады. Қайтейін балам, ауылдың Насыбай ататын жаман шалдары несібемді қағып кетіп отыр ғой. Шіркіндердің бәрі енді темекіге көшіпті. Мәдениетті болған түрлері. Күлкілі өзі. Дүниеге жететін түтін атаулыны қалаға келсе, сиыр жалағандай сыпырып әкетеді. Бізді топырақ иіскесін дей ме екен сығырлар. Темекі көп қой ата деді, тек тұрмай.
Маған әйтеуір мына шалға бірдеңе деу керек болды. Әй, әлгі фильтр-мильтрің маған жарамайды. Біз пақыр соғыс кезінде газет жыртындысын қонышқа бүктеп тығып жүріп, будақтатып махорға тарттық. Соның ысына ысталып, дәміне үйреніп қалғанбыз. Ал әлгіңді осы заманда ұялмай, қыз-қырқында тартатын болыпты. Өзі бар ма? Сендердің сырт қылықтарыңа қарап, қайсың қыз, қайсың ұл екендіктеріңді ажырата алмай дал боламын.